Бәріңе сәлем достар, сізбен бірге мен Нейрон Майнкрафт достар. Бүгінгі видеомызда достар біз Дейли мен Айшуақтың YouTube хаусына обзор түсіретін боламыз достар. И ауылына да обзор түсіретін боламыз достар. Міне достар, біздер YouTube хаусының сыртынан бастап көрсететін боламыз. Дейли мен Айшуақтың осылай алдында осындай көрінеді екен. Міне олардың балконы бар екен. Достар, енді осы мер сәл-пәл лагать етуі мүмкін, себебі үйдің ішінде өте көп модтар бар. Міне үйінің қапталы достар осындай күшті екен, нормально. Енді осылай үйінің арты екен, нормально. Енді достар, біздер енді сыртынан бастайтын болсақ, енді біратала гаражды да көрсетіп кетейік. Міне осындай гараж бар екен, ішінде машинасы бар екен. По-моему, бұл Rolls-Royce. Так достар, енді үй гаражын көрсеттік. Енді үйдің ішіне әстен өтсек те болады. Енді осылай үйге кеттік ал достар. Достар, міне кірген жерінде осындай коридор бар екен. Потом кіргеннен кейін осындай екінші этажға баратын жер. Мына комнатаға келетін болсақ, сәл-пәл жүріп, осы жерде диван бар екен, және де телевизор. Қане отырып деп көрсек те болады телевизор достар. Ал енді біздер екінші комнатаға өте береміз. Бұл жерде так туалет бар екен енді достар. Мына яғына кіретін болсақ, мына яғында душ, туалет, умывальник. Мына комната енді достар, енді мына яқтан шығамыз туалеттен. Туалеттен шыққаннан кейін осы жаққа қарап жүретін болсақ, бұл жерде біздер кухня бар екен. Кухняда, как обычно, өзінің заттары. Осылай микроволновка да бар екен достар. Енді бұл жерде достар, міне осындай стул бар екен, столчигі бар екен, телевизор көруге болады достар. И светті өшіріп қоюға болады достар. Міне қарап шығамыз, потом екінші этажға көтерілетін боламыз енді достар. Үйді тез көрсетіп шығамыз достар. Енді мына комнатада ештеңе жоқ екен. Алда енді соғуға болады. Осы комнатаны достар, біздер өздеріміздің комната қылсақ болады достар. Өте керемет. Осы YouTube хауста енді бір өзіміз жасасақ та болады, себебі бұл жерде ютуберлер жоқ. Осы комнатада өздеріміз жасасақ болады. Осындай балконы бар екен. Так достар, енді бұл комнатадан шығайық. Потом осындай бір керемет комната бар екен. Бұл комната кімдікі екен достар? Осындай компьютерін қосып қойыпты достар. Қане, мұна жақта YouTube-ты ашып, нерде Minecraft ашып қойыпты, нерде Google-да ашып қойыпты. Так достар, осындай керемет компьютер бар екен сосын. Енді керемет екен. Артында аксессуарлар және де сағат қойып қойыпты. Осындай свет бар екен. Мына жерде диван бар екен, телевизор көріп отыруға болады. Және осындай комната бар екен. Давай кіріп көрейік бұл жерге де. Оның ішінде кроват бар екен. Және де сағат. Мына жерде ноутбугі бар екен. Ноутбук. Осы комнатадан шығамыз достар. Бұл жерде шкаф бар екен. Қане, үшінші этажға кететін боламыз достар. Енді осылай кірген үшінші этажға келген жерде осылай екі есік бар екен. Ашып көрейік. Бұл комнатаның полы фиолетовый, және де осындай байрақтар. Мына жерде мини игралар бар екен, глобус, сурет, компьютер бар екен, артында хромакей. Бұл жерде де Майнкрафтты қосып қойыпты, және де қайтадан мини геймс бар екен мына жерлерде. Мына жерде ноут бар екен, отырып шықласаңыздар да болады енді достар. Мына жерде ұйықтауға болатын кроват, сосын жерде осындай бір нәрсе бар екен. Енді бұл комнатадан шығамыз енді достар. Енді ақырғы последний комната қалды енді. Қане ашайық. Бұл комната менің ойымша қыздың комнатасы бір. Осылай жерде, себебі фиолетовый телевизоры бар екен, және де осындай ойыншықтар бар екен. Кроватта да даже розовый. Мына жерде сағатта розовый, және де бұл жерде балкон бар екен. Өте керемет. Есігін жауып қойайық қана достар балконның. Осы жерде гардеробы бар екен. Бұл жақсы. Енді мына комнатаның яғына кететін болсақ, бұл жерде ноутбугі бар екен.
Ana ноутбуктан кейін осындай нәрсе бар екен. Пианиноны шертсек болады екен. Hoşum достар, енді бұл жерде айна бар екен. Айна мына жерге керемет қылып жүрек соқ қойыпты. Енді оны жақ қоюға да және өшіріп қоюға да болады екен достар. Енді бұл комнатадан шығамыз енді достар. Міне достар, біздер YouTube-қа осы полный обзор түсірдік. Егер сіздерге обзор видеомыз ұнаған болса, лайк, подписаться басып кетіңіздер. Достар, енді менің бұл бірінші видеом, сондықтан полный қолдау керек маған. Ендігі алғашқы видеолар бұдан да қызық болады. Міне осындай, енді олардың ауылы кәдімгі кузницасы бар. Давай кузницаны көрсетіп кетейін достар сіздерге. Міне кузницаға кіретін болсақ, осындай стөлшік және де ноут бар екен. Ноутбукта ашуға да болады, сандықпен ешбір жоқ екен достар. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда қызықты видеолар шығады, соның үшін каналға подписаться басып, лайк басып қойыңыздар. Всем пока.